Сәлем, мен сүйікті де сүйкімді көрермендерім. Сіздермен бірге мен Малика. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен творожный сырмен кек жасайтын боламыз. Ендеше кеттік, соңына дейін қараңыздар. 2 жұмыртқамыздың үстіне қантымызды қосып, аппақ көбік болғанша араластырып аламыз. Мінекей осында аппақ көбік болғанша араластырдым. Енді оның үстіне сүзбелі ірімшігімізді қосамыз. Ерітілген сары майымызды қосамыз. Мен сары майды ерітіп алдым. Және кішкене салқындатып алдым. Ыстық күйінде қосатын болсаңыз, жұмыртқаны пісіріп жібереді. Тағы да араластырамыз. Мінекей араластырып алдық. Енді оның үстіне ақырындап ұнымызды, тұзымызды және содамызды қосып отырамыз да араластырамыз. Бізде кекстің қамыры шығу керек. Міне сонымен біздің кекстің қамыры дайын. Енді дайын болған массаны формамызға құямыз. Егер де сіздердің формаларыңыз темір болатын болса, оған май жаққан дұрыс, себебі жабысып қалады. Ал менің формам силиконовый, сол себепті мен оған май құймаймын. Осындай бір қасықтан массамызды құйып, толтырмаймыз, себебі қатты толтырсақ ағып кетеді. Осындай бір қасықтан салып, жасай береміз. Формамызға тестаны құйып алдық. Енді біз бұны қызып тұрған пеште 180 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Сонымен достар, біздің кекс дайын. Өте воздушный болып шығады. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ. Воздушный болып шығады. Бұның бәрі творожный сырдың арқасында. Мінекей. Өте жұмсақ, мамық. Дәмі де өте керемет, бәрі күшті, иісі мұрынды жарып тұр. Жасап, өз отбасыларыңызды қуантыңыздар. Ендеше менің арнама тіркеліп, қоңырау шаны басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Ас дәмді болсын, сау болыңыздар.